да тоқып алдық. Енді біз ары қарай әдемілеп, мінекей дайын жұмыста өкшесін шығарамыз. Өкшесін мен сары түсті жіптен шығарамын. Көк түсті жіпті қойып, қазір енді ары қарай көрсетемін. Қайтадан міне жаңа қатар басталатын жерден 15 ілмек және қасындағы бізден 15 ілмек алып, сонда барлығы 30 ілмек болады. Осыдан біз өкше шығарамыз. Көк түсті жіпке тиіспейміз. Енді сіздермен біз 15 ілмек санап аламыз. Санап тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ілмек. Енді біз мына жақта қалған ілмектерімізді реттеп, осылай 15-15-тен бөліп қоямыз келесі. Жұмысымызға ыңғайлы болу үшін тоқыған кезде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Енді біз қайтадан келесі кері қарай тоқимыз қыздар. Терісінен тоқимыз. Жаңағы теріп алған 15 ілмегімізді қайтадан астар жағынан тоқимыз. Мінекей тоқып келдік. Енді мына жақ бізімізден, мінекей мына жерде мен көрсеткенмін. Жұмыстың басталатын жері осы жерден, мына бізімізден де 15 ілмек терісінен тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Мінекей 30 ілмек болды. Біз өкшесін шығаратын ілмекті жинақтап, бір бізге ыңғайлап алдық. Енді қалған ілмектерді үстіңгі жақ бөлігінің 30 ілмегін 15-15-тен ыңғайлап, екі бізге мінекей жинақтап іліп қоямыз. 15-15 бұл үстіңгі жағы, мінекей 30 ілмек. Бұнымен біз өкшесін тоқып бастаймыз қыздар. Неліктен мен осылай бөліп алдым, түсіндіріп өтейін қысқаша. Мінекей қарасаңыздар, біз екі жіппен ауыстырып тоқыған кезде анықтап қарасаңыздар, 1 миллиметрдей бұл жерде мінекей екі түстің қосылатын өзгеретін жерінде миллиметрдей біраз сатылық өзгеріс бар. Осы өзгеріс шұлықтың артқы жағында қалады. Мінекей тура өкшенің ортасы болса, ол тоқылып келеді, сол қалпында табан жағына тоқитын боламыз. Ары қарай мінекей жалғастырып, біз өкшені шығарып алғаннан кейін қайтадан келесі түсті жіппен тоқимыз. Сол кезде ол мінекей шұлықтың артқы жақ бөлігінен өкшенің ортасымен және табанның тура мінекей астында қалып қалады. Ол саты сияқты жалғанатын жер. Бұған мән бермей, кейбір қыздар жалпы шұлықтың жанынан да шығарып жатады, ары қарай жалғастырып, осылай 30 ілмек алып, өкшені ары қарай жалғастырып жатады. Онда бұл шұлықтың бір жақ жанында қалып қалады, бұл саты. Маған бұл біттей айырмашылық болғанымен де, маған ыңғайлысы сол табанында қалғандығы. Өзім осылай тоқитын болғандықтан, енді сіздерге де пайдалы болып қалар деген оймен тиянақты әрі ұқыпты болады. Шұлықтың екі жақ негізі киген кезде үстінде, жанында ешқандай бір керемет бір сатылар болмайды, теп-тегіс болады да, ал екі жіпті қосқан жері ол табанында қалады. Осы жағы маған
ұнағандықтан осылай тоқимын қыздар. Жалғастырамыз енді. Бірінші ілмекті тоқымай іліп аламыз. Ары қарай келесі ілмекті оң тоқимыз. Одан кейінгі ілмекті жібімізді өзіміз жаққа қарай шығарамыз. Келесі ілмекті тоқымай бізімізге іліп аламыз. Осылай кезек-кезек біресе оң тоқып, біресе тоқымай іліп алып жалғастырамыз қыздар. Оң тоқимыз, жібімізді өзімізге қарай өткіземіз, ілмекті тоқымай іліп аламыз. Оң, жібімізді өткіземіз өзімізге қарай, ілмекті тоқымай бізімізге өткізіп аламыз. Осылай жалғастырамыз қыздар. Осы қатарды аяқтаймыз. Соңғы ілмек теріс тоқылады. Енді өкшенің ішкі жағынан барлық ілмектердің барлығын терісінен тоқимыз. Бірінші ілмекті тоқымай іліп аламыз, ал қалған тоқымай іліп алған ілмектердің барлығын қалдырмай бір келкі теріс тоқып шығамыз қыздар. Жалғастырамыз. Енді біз келесі тоқыған кезде қайтадан бірінші ілмекті тоқымай іліп аламыз. Біз алдыңғы қатарда, мінекей қарасаңыздар, белгілі өзі жіптер бергі жаққа қарай шыққан жері, мінекей жіптер көрініп тұрады. Ал тоқылған ілмекті енді іліп аламыз да, мінекей жіпті өзіміз жаққа шығарып, бұл тоқылған болған алдыңғы біз қатарда бұны тоқыдық. Енді осы қатарында оны тоқымай іліп аламыз. Енді керісінше қараңыздар, мінекей мына жерде жіп тұр, мінекей ұзын жіп қалдырған біз өзіміз жаққа қарай шығарып. Енді осы қатарында біз бұны тоқимыз. Сонда шахмат тәрізді, кезек-кезек ауыстырып отырып тоқимыз. Тоқымай іліп аламыз, жіп өзіміз жақта. Мінекей қараңыз, тағы да міне көрсетейін анықтап. Мінекей мына жерде жіп тұр, міне өзіміз жаққа қарай осылай міне шығарған кезде осындай жіп қалады. Осыдан білесіздер. Яғни бұны біз осы қатарында тоқу керекпіз. Оң тоқимыз. Келесі қарасаңыздар, мінекей мына жерде ешқандай жіп жоқ, бұл алдыңғы қатарында да тоқылды, одан кейін міне бір қатар теріс тоқылды, бір келкі тоқылған. Ал бұл жерде біз керісінше жібімізді өзіміз жаққа шығарып, тоқымай іліп аламыз. Жалғастырамыз осылай. Соңғы ілмек теріс тоқылады. Ішкі жағынан тағы да бір келкі барлық ілмектерді қалдырмай теріс тоқып шығамыз. Өкше анықталып шыға бастады ұзындығы. Осылай енді тағы да керісінше жасаймыз. Қазір мінекей бірінші ілмекті тоқымай іліп аламыз. Енді мінекей анықтап қарасаңыздар, алдыңғы қатарда мінекей жіп өзіміз жақта тұр, мына жерде жіп тұр міне. Енді бұны тоқымай іліп алған болғандықтан осы қатарында тоқимыз. Оң қылып тоқимыз. Келесі ілмекті тоқымай іліп аламыз. Жіп өзіміз жақта, үнемі жіпті ұмытып кетіп арғы жағында қалдырып қоймаймыз қыздар. Міндетті түрде жібімізді өзіміз жаққа қарай бізіміздің алдына шығарып аламыз да тоқымай іліп аламыз.
шахмат сияқты сонда орындарын ауыстырып отырып осылай тоқи береміз қыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Осылай 26 қатар тоқимыз. Бұл бізде өкшенің ұзындығы болады. Одан кейін өкшесін дөңгелетіп шығарамыз. Қазір мен сіздерге тағы да қосымша түсіндіріп жіберем. Мінекей соңғы ілмек терісіне тоқылады. Ал астар жағында, ішкі жағында өкшенің барлық ілмектерді қалдырмай теріс тоқимыз. Барлығы түсінікті деген ойдамын. Енді қыздар, қарасаңыздар, мінекей шет жағында өрім сияқты әдемі мінекей шеткі ілмек түседі. Осы шеткі ілмек 13 болғанға дейін тоқимыз. Шеткі ілмек 13 болғанға дейін. Біз бірінші ілмекті тоқымай іліп алып отыратын болғандықтан ол 2 қатарға тең шеткі ілмек. Сондықтан 13 болған кезде біз 26 қатар тоқиды екенбіз. Осылай жалғастырамыз қыздар. Мінекей қыздар, өкшенің бізде биіктігі тоқылды. Қысқартулар арқылы өкшесін дөңгелетіп шығарамыз. Жалғастырамыз. Бізде барлығы 30 ілмек. 30-ды 3 бөлікке бөліп аламыз. 10-10-нан болады. Біріншіні тоқымай іліп аламыз ілмекті, бірінші ілмекті. Жалғастырамыз ары қарай оң тоқимыз. Бірінші бөлік, ортаңғы бөлігі тағы да 10 болу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-шы ілмекпен шеткі ілмектің 10-шы ілмек екеуі бірге тоқылады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мінекей тоқылады. Соңынан тағы бір ілмек тоқылады. Оңнан. Жұмысымызды бұрамыз. Бірінші ілмекті тоқымай іліп аламыз. Енді ортаңғы бөліктегі 10 ілмекті қайтадан санап отырып теріс тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мінекей. Бұл шеткі біздегі ілмектің де 10-шы ілмегі мен ортаңғы бөліктің 10-шы ілмегі екеуі бірге терісінен тоқылады. Ішкі жағынан тоққанда терісінен тоқылады. Ал өң жағынан оң тоқылады. Соңынан бір ілмек тағы да теріс тоқылады. Жұмысымызды бұрамыз. Ары қарай жалғастырамыз қыздар. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Бұл жерде 2 ілмек бірге тоқылатын жерде арнайы мінекей арасында арақашықтық сақталып тұрады. Осы ілмекті, 2 ілмекті үнемі бірге тоқып, соңынан бір ілмекті қосымша тоқып отырамыз қыздар. Барлық ілмектер аяқталғанға дейін екі жақ шеткі біздегі осы әдіс бойынша қысқарту жасап тоқи береміз. Мінекей 2 ілмекті бірге тоқимыз. Соңынан бір ілмекті оң тоқимыз. Бұл бізде өкшенің өң жағы. Өң жағынан тоққанда оң тоқылады, ал айтқанымдай ішкі жағынан тоққан кезде терісінен тоқылады. 2 ілмек бірге теріс тоқылады, соңынан бір ілмек теріс тоқылып отырады. Барлығы түсінікті деген ойдам. Осылай жалғастырамыз. Мінекей мына жерде тағы да мінекей арақашықтық сақталып тұр. Осы 2 ілмекті бірге теріс тоқимыз. Соңынан бір ілмек тағы да теріс тоқимыз. Осылай барлық екі жақ шетіндегі ілмектер қысқарғанға дейін өз еркімізбен тоқимыз қыздар. Ешқандай бір қиындық жоқ. Түсіндіруім бойынша жалғастырамыз. Мінекей қыздар, соңғы бізде қысқартуымыз қалды. 2 ілмек бірге теріс тоқылады. Соңынан бір ілмек теріс тоқылды мінекей.
бізде дөңгеленіп әдемі болып өкшеміз шықты. Енді қыздар біз екі жақ шетіндегі биіктіктен өкшенің ілмектерді көтеріп алып, ары қарай жалғастырып тоқуымыз керекпіз. Мінекей қарасаңыздар, өкше көтеріп аламыз мына жерден жіптерді, одан кейін 4 қатар сары түсті жіппен тоқимыз мінекей. Ары қарай жалғастырып, көк түсті жібімізбен тоқитын боламыз. Енді бұл жерде табанындағы ілмектердің барлығын біркелкі оңғып тоқып шығамыз. Мінекей, әрбір өрім сияқты шеткі ілмектерден екі қабырғасынан бірдей біз тоқып көтеріп алу керек біз ілмектерді. 14. Мінекей, мына жерде бір ілмек біз осы жерде саңылау қалып қалмасы үшін бұл жерде қосымша бір ілмекті көтеріп алуымыз керек біз. 15. Ары қарай үстіңгі бөліктерінде біркелкі оң ілмектермен тоқимыз. Мына жақ шетінде де мінекей әдемілеп отырып, бұл жақ шетінен де көтеріп аламыз ілмектерді. Саңылау қалмайтында екі жақ шетінен әдемі қылып көтере білу керек қыздар, мінекей. Ағай жалғастырамыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Мінекей, бұл жақ шетінен де 15 болды. Енді қыздар ортаңғы бөлігіндегі ілмектерді санаймыз да, тең қылып екі жақ шетіндегі біздерге бөліп аламыз. Бізге тоқуымызға ыңғайлы болу үшін. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 10-10-нан бөліп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Келесі бізімізге өткізіп алайық қалған 10 ілмекті. Енді біз сіздермен әдемілеп шұлықтың екі жақ жанынан қысқартулар жасауымыз қажет. Бастапқы 60 ілмегіміз қалғанға дейін. Біз өкшенің биіктігін тоқыған кезде екі жақ шетінен қосылған ілмектерді әдемілеп қысқарту жасаймыз қыздар. 60 ілмек болғанға дейін. Осы қатарды ешқандай өзгеріссіз айналдырып, оң ілмектермен тоқып шығамыз. Мінекей қыздар, қатарымыз аяқталды. Қарасаңыздар, мінекей, шұлықтың бұл артқы бөлігі тура өкшенің ортасы. Мінекей, қатарымызды біз айландырып бір қатар оң тоқып шықтық. Енді осы келесі қатарынан бастап шұлықтың екі жақ шетінен қысқарту жасаймыз. Осы біздің соңынан 3 ілмек қалғанға дейін оң тоқимыз. 3 ілмек қалды. Бергі жақ қабырғасынан 2 ілмекті бірге оң қылып тоқимыз.
соңынан бір ілмекті оң тоқимыз. Өкшенің бір жақ шетінде бірінші қысқарту жасалды. Үстіңгі бөліктерін өзгеріссіз екі біздегі ілмектерді оң қылып тоқып шығамыз. Келесі жақ, екінші жақ шетіне жеттік, жанына шұлықтың. Бұл жерде де біз қысқарту жасаймыз, қыздар. Енді қарама-қарсы бағытта, мына жақта қалай қысқарттық, тура солай қарама-қарсы жасаймыз. Бірінші ілмекті оң тоқимыз. Екі ілмектің бағытын өзгертеміз. Арғы жақ қабырғасынан екеуін бірге оң қылып тоқимыз. Бұл жақ шетінде де қысқарту болды. Қатарды оң ілмектермен тоқып аяқтаймыз. Бұл жерде сонымен қатар тоқып жатқан кезде жіптің қатарында ұмытпау керек. Бастапқыда қанша қатар тоқылды, соны шұлықтың соңына дейін сақтап отырған дұрыс. Бір жерінде 5, бір жерінде 6, бір жерінде 4 тоқуға болмайды. Бұл қараған көзге ыңғайсыз көрінеді деп ойлаймын, менің өзім ойым ол. Сондықтан оны да назарға алып қарап отырамыз. Менде 3 қатар тоқылды, енді бір қатар ешқандай өзгеріссіз айландырып барлығын оң тоқып шығамын. Қысқартуды қыздар бір қатарында қысқартасыздар, бір қатарында қысқартпай оң тоқисыздар. Осылай табан жағындағы екі бізде 15 ілмек қалғанға дейін тура осы әдіс бойынша жалғастырамыз. Қазір бір қатар айланып шығамын. Менде 4 сары жіппен 4 қатар тоқылып болады. Одан кейін келесі жіпке ауысатын боламын. Осы әдісті көрсетемін. Одан кейін мен өз еркіммен, сіздер өз еріктеріңізбен тоқитын боласыздар. Ешқандай қиындық жоқ. Сондықтан түсініп, ұғып қарап алуға тырысыңыздар, қыздар. Жалғастырамыз. Осы қатар біркелкі оң тоқылады. Мінекей қыздар, тоқып шықтық. Ендігі қатарда мінекей сіздермен бірге санайтын болсақ, міне өкше шыққаннан кейін қарасаңыздар 1, 2, 3, 4 қатар тоқылып қойылды. Енді осы жерде бастапқыдағы тура сол әдіс бойынша жібімізді біраз артықтау қылып осы жерде алып аламыз да айқастырып ауыстырамыз. Мінекей. Енді мен келесі көк түспен тоқимын. Бұл жіп сізде мүмкін қызыл шығар, мүмкін сары шығар, мүмкін жасыл шығар. Бұл жіптің түстерін таңдау өзіңіздің еркіңізде. Және әрбір қатардың санын, тоқылуын да таңдау өз еркіңізде, қыздар. Мен осылай айтты, 4 қатар ғана тоқылу керек деген қағида жоқ. Мүмкін 3 қатардан тоқуға болады, мүмкін 5 қатардан тоқуға болады. Жалпы бастапқыда қанша қатар тоқисыз, шұлықтың соңына дейін сол қатар сақталғандығы дұрыс деген ойда мен айтып отырмын. Кеттік, жалғастырамыз. Енді келесі осы қатарында біз қысқарту жасайтындығымызды ұмытпаймыз. Өйткені алдыңғы қатарда біз өзгеріссіз оң тоқып шыққанбыз. Мінекей осы табан жақтағы екі біздің ең соңында мінекей қазір қысқарту жасаймыз. 3 ілмек қалғанға дейін оң тоқыдық. Бергі жақ қабырғасынан 2 ілмекті бірге оң тоқимыз. Соңынан 1 ілмек оң тоқылады. Үстіңгі 2 біздегі ілмектер өзгеріссіз оң тоқылады. Мінекей. Бұл жерде де бізде қысқарту болады. Бірінші қатардағы көрсеткенімдей, бірінші ілмекті оң қылып тоқимыз. 2 ілмектің бағытын өзгертеміз. Арғы жақ қабырғасынан екеуін оң қылып тоқимыз бірге. Ары қарай қатарды аяқтаймыз.
келесі жалғастырамыз. Осылай қыздар жалғастыра береміз. Келесі қатарда ешқандай қысқартусыз айландырып біркелкі оң тоқып шығамын. Қатар мінекей тура өкшенің ортасынан аяқталып отырады. Мінекей жібіміз осы жерде. Шұлықтың артқы бөлігі өкшенің тура ортасынан қатар айланып басталады және осы жерден аяқталады. Келесі қатар біркелкі оң тоқылады және әрбір жіптің қатарының тоқылуын сақтап отыруымыз керек біз қыздар. Ал қысқартқан кезде бір қатар қысқартып тоқимыз, бір қатар қысқартпай тоқимыз. Сіздерге толық түсіндіре алдым деген ойдамын. Енді дайыншылықты қарасаңыздар мінекей. Осындай міне шетінен әдемі қысқартулар түседі. Табан жағындағы екі бізде 15-15-тен 30 ілмек, үстіңгі жағындағы бөліктегі біздерде 15-15-тен 30 ілмек. Барлығы шұлықтың тоқылуы бастапқыдағыдай 60 ілмек болғанға дейін осылай қысқарту жасаймыз. Енді біз сіздермен шұлықтың тұмсығын тоқығанға дейінгі қанша жолақ тоқиды екенбіз, соны анықтап алайық. Барлығын өз еркімізбен тоқимыз. Бұның барлығын уақыт алып, қайта-қайта көрсетіп жатудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Өте түсінікті түсіндірдім деген ойдамын. Өз еркімізбен тоқимыз қыздар. Жалпы қанша жолақ екенін санап алайық. Міне өкше шығарылғаннан кейін санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Мінекей 14 жолақ тоқылады. Мына жерде қысқартуға дейін бұл жерде қазір неше қатар сары жіппен тоқылғандығын сіздерге анықтап айтып беретін боламын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 қатар. Мінекей 8 қатар тоқылады екен. Одан кейін мінекей әдемілеп біз қысқартулар жасаймыз. Тоқылуы және қысқартылуын шеберлік сабақтың 3-ші бөлігінде көрсететін боламын. Оғанға дейін өкшені шығарып, шұлықтың тұмсығына дейінгі аралықты өз еркімізбен тоқимыз қыздар. Барлықтарыңызға сәттілік, жалғастырамыз.